Духан сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Ха-мим. Ақиқатты ашық баяндайтын осынау ап-айқын кітапқа серт. Біз оны құт берекеге толы қасиетті түрде түсірдік. Біз сол арқылы ақиқаттан сырт айналғандарды ескертудеміз. Сол түні Алланың хикметімен тағдырға жазылған әрбір іс нақтыланатын болады. Біздің тікелей бұйрығымызбен нақтыланады. Біз құлдарымыз тура жолға түссін деп, періштелер мен адамдардың арасынан үнемі пайғамбарлар жіберудеміз. Міне бұл Раббыңның құлдарына деген рахымы. Шүбәсіз ол самиғ, бәрін естуші, алим, бәрін білуші, шексіз ілім иесі. Егер сендер пайғамбарларымыз бен кітаптарымызға қалтқысыз кәміл сенетін болсаңдар, онда біліп қойыңдар, Алла күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы бар нәрсенің Раббысы. Одан басқа Құдай жоқ. Жан бітіріп өмір сыйлайтын да, өлтіретін де бір өзі. Ол сендердің де, өздеріңнен бұрын өткен ата-бабаларыңның да Раббысы. Алайда олар, кәпірлер, күмәнға берілуде, һәм пайдасыз сауық сайран мен орынсыз ойын күлкіге алданып, күндерін өткізуде. Уа Мұхаммед, олай болса, көктен анық қою түтін шығатын күнді күте бер. Адамдардың бәрін жаппай басып қалатын түтін. Сонда олар, бұл неткен жан төзгісіз азап еді. Уа Раббымыз, еңсемізді езген мына азаптың бетін қайтара көр. Біз енді шынымен де иман келтірдік деп зар илеп жалбарынады. Басқа тиген соққыдан ғибрат алып, иманға келу олардың не теңі десеңші. Анығында оларға ақиқатты ашып түсіндіретін хақтан келгендігі ап-айқын пайғамбар келген еді. Алайда олар одан сырт айналып, бұл дәуде болса үйретілген жынды десті. Солай-ақ делік, еңселеріңді езген осынау азаптың бетін бір сәтке қайтарайық. Алайда көп ұзамай-ақ, қайтадан сол бәз баяғы қалыптарыңа түсетіндерің даусыз. Күні келгенде, қиямет күні, оларды пәрменді күшпен бас салып сазайын береміз. Біз олардан бұрын Перғауынның қауымында саңғилы азапқа салып сынаған едік. Оларға да ардақты пайғамбар келген болатын. Пайғамбар оларға, қол астыңдағы Алланың құлдарын маған табыстап қоя беріңдер. Шүбәсіз мен өздеріңе келген сенімді пайғамбармын. Ендеше, менің пайғамбарлығымды жоққа шығару арқылы Аллаға қарсы келуші болмаңдар. Мен сендерге ап-айқын дәлелмен, мұғжизамен келдім. Мені тас боранның астына алуларыңнан сақтай көр деп, менің де Раббым, сендердің де Раббыларың болған Алладан пана тілеймін. Егер де маған иланбасаңдар, онда маған тиіспей, жайларыңа жүріңдер деді. Сонда Мұса, уа Раббым, бұлар шынында да барып тұрған күнәһар қауым екен деп, Раббысына жалбарынып медет тіледі. Ақырында Раббысы Мұсаға, құлдарымды ертіп түнделетіп жолға шық, өйткені соңдарыңнан сөзсіз қуғын түсет деп аян берді. Сөйтіп Мұса қауымымен бірге түнделетіп жолға шығып, Раббысының қолдауымен теңіздің арғы бетіне өтіп алған соң, Алла оған, ал енді теңізді осылай ортасынан қақ жарылған қалпында қалдыр, өйткені қуғыншылар жаппай су түбіне батып кететін әскер деп аян берді. Су түбіне кеткен Перғауын мен шонжарлары, арттарында қаншама көз жауын алатын бау-бақшалар мен суы балдай қайнар бұлақтар қалдырды десеңші. Сондай-ақ арттарында қаншама егістік жерлер, қаншама жанға жайлы салтанатты сарайлар және басқа да рахатына батып, қызығын көріп отыратын қаншама ағыл-тегіл нығметтер қалды десеңші. Я, солай болды. Ақыр соңында аталмыш нығметтерді басқа қауымға, Исраил ұрпақтарына мұра етіп қалдырдық. Көкте, жерде оларды жоқтап жыламады. Өздері тілеп алған азап үкімі шыққан соң, оларға мұрсатта берілмеді. Ал Исраил ұрпақтарына келсек, шүбәсіз, біз оларды қор ететін азаптан құтқардық. Перғауыннан құтқардық.
Шүбәсіз ол тым тәкаппар, һәм шектен шыққан озбыр еді. Біз Исраил ұрпақтарының мерейін Мұса және одан кейін келген Дәуіт, Сүлеймен сынды пайғамбарлар дәуірінде өзге қауымдардан ілім негізінде үстем қылдық. Яғни сол дәуірлердегі Исраил ұрпақтарының сенімі мен рухани деңгейінің өзге қауымдардан әлде қайда жоғары екенін білгендіктен, олардың мерейін үстем қылдық. Сонымен қатар оларға көптеген мұғжиза бердік. Сол мұғжизаларда олар үшін анық сынақ бар болатын. Ал мына меккелік мүшриктер болса бүйдейді. Біз бір-ақ рет өлеміз. Одан кейін біз үшін қайтадан тірілту деген жоқ. Егер айтқандарың рас болса, қане, ата-бабаларымызды тірілтіп әкеліңдерші көрейік. Олар мықты ма? Жоқ әлде Тубба халқы және өздерінен бұрын өткен өзге қауымдар мықты ме еді? Біз сол мықтылардың бәрінің көзін жойдық. Өйткені олар күнәға белшеден батқан, барып тұрған тозақы қауымдар еді. Біз аспан әлемі мен жерді және екеуінің арасындағы бар жаратылысты ермек үшін жаратпадық. Біз оларды ақиқат, хикмет һәм теңдесі жоқ мінсіз жүйе негізінде хақ мақсатта жараттық. Алайда олардың, адамдардың көбі мұны білмейді. Ақиқат пен жалғанның, мүміндер мен кәпірлердің аражығы ажыратылып, кесімді үкім шығарылатын күн, күллі адамзаттың ғарасат майданына жиналатын күні. Ол күні достың досқа мысқалдай да септігі тимейді. Сондай-ақ ол күні жан баласына жәрдем көрсетілмейді. Алайда Алланың өзі рахмына бөлеген жандардың жөні бөлек. Шүбәсіз Алла азиз, ұлы әрі шексіз үстемдік иесі, рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді, расында заққұм ағашы, күнәһарлардың азығы. Ол күнәһарлардың қарнында бейне бір балқыған мыстай қайнайды, іштерінде су қайнағандай бұрқ-сарқ қайнайды. Ей азап періштелері, күнәға белшесінен батқан тозақы кәпірді жалындаған жаһаннамның қақ ортасына сүйреп апарыңдар. Содан соң бұрқ-сарқ қайнаған азап суын тас төбесінен құйыңдар. Содан кейін әлгі кәпірге: ал енді жаһаннам азабының дәмін тат. Сен дүниеде өз пайымдауыңша бәрінен үстем әрі құдіретті һәм асыл текті бекзат емес пе едің? Сендердің өздеріңше күмәнмен қарап, жалғанға шығарып келген нәрселерің міне осы делінеді. Ал Аллаға лайықты түрде тағзым ететін, оның алдында асылық етуден барынша сақтанатын тақуа жандар болса, азап атаулыдан ада, қауіпсіз жерде болады. Олар жұмақ бақшаларында, бастаулардың басында болады. Үлбіреген жұқалтым жібекпен, жалтылдаған атластан тігілген киім киіп, яғни үлде мен бүлдеге оранып, орынтақтарға шалқая түсіп, мейірлене бір-біріне қарасып отырады. Иә, солай. Сондай-ақ оларға құралай көз, хор қыздарынан пәк жұбайлар нәсіп етеміз. Олар онда ешкімнен, һәм еш нәрседен қорықпай және қысылып қымтырылмай, жайбарақат отырып, көңілдері соғатын жемістер мен нығметтердің түр-түрін алдыратын болады. Олар жалған дүниемен қош айтысарда, дәмін татқан алғашқы өлімді былай қойғанда, онда өлімнің дәмін әсте татпайтын болады. Сондай-ақ Алла оларды жалындаған жаһаннам азабынан мәңгі бақи сақтайды. Міне бұл Раббыңның тақуа құлдарына деген шексіз шарапаты. Зор жетістік, толайым табыс деген міне осы. Уа Мұхаммед, құлдарым осынау зор жетістікке жету үшін ақылға салып ойлансын, һәм лайықты түрде ғибрат алсын деп, осынау Құранды тілін жатық қылып, өз тіліңде түсірдік. Егер олар сонда да күпірлікте табандайтын болса, онда көп кешікпей-ақ бастарына туатын азапты күнді күте бер, өйткені олар да сенің сөзің мен дағуаңның өтірік болып шыққанын күтуде.